Сәлем достар, бүгін біз фруктовый печенье жасайтын боламыз. Үйдегі кез келген вареньяны қолдансаңыздар болады. Шаймен ішкенге өте дәмді. Әсіресе балаларға қатты ұнайтын печенье болып шығады. Ең алдымен илектен өткізілген ұнымызға маргаринімізді салып араластырамыз. Осындай крошка сияқты әдемі тесто дайын болады, бір-біріне жабыспай үгітіліп тұрады. Дайын болған тестамызға разрыхлителді, тұзды, шекерді, жұмыртқаны салып, жұмсақ қылып қамыр илейміз. Қамырымызды екі бөлікке бөлеміз, теңдей бөлмейміз. Біріншісін кішірек, екіншісін одан сәл үлкенірек етіп бөлеміз. Екеуін де пакетке салып демалдырып қоямыз. Үлкен бөлігі ол печеньенің астына жайылады, ал кіші бөлігін морозильникке салып қойсаңыздар болады. Оны печеньенің бетіне теркадан өткізетін боламыз. Қамырымыздың үлкен бөлігін алып, осылай листқа жаятын боламыз. Барлық жерін бірдей етіп жаюға тырысыңыз. Бір жері жұқа, бір жері қалың болып қалмауы керек. Жайып болғаннан кейін үйдегі кез келген вареньяны қолдансаңыздар болады. Мен сливаның вареньясын қолдандым. Табаға қатты жақын жақпаңыз, себебі піскеннен кейін жабысқауы мүмкін. Тестоның кішкентай бөлігін морозильниктен шығарып, оны тағы да ұнға илеп аламыз. Араларын ашып, оны кіргізіп қаттылау етеміз. Себебі теркадан өткізгенде жұмсақ қамыр бұлжырап өтуі қиын болады. Негізінде асығыс болмасаңыздар, печеньені пісіруден 1 сағат алдын тестосын илеп, жаңағыдай екі бөлікке бөлген кезде кіші бөлігін морозильникте 1 сағаттай тұрса, ол теркадан әдемі өзі-ақ өтеді. Ешқандай ұн қоспай-ақ, ұнға иленмей-ақ. Мен артынша істейтін болғандықтан осылай ұнға кішкене илеп қатты етіп алдым. Қатты етіп дайындап алған тестамызды вареньяның үстіне барлық жағын бірдей етіп теркадан өткіземіз. Қызып тұрған пешімізге 180 градуста 20-25 минутта пісіріп аламыз. Пісіп шыққаннан кейін суымай тұрып, өзіңіз қалған формада кесіп алсаңыз болады. Егер видеом ұнап жатса, каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Алда жаңа рецептер шығады. Рецептерді жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыз.